Сәлем. Бүгін біз сіздермен мынандай спицада не болмаса бізде тоқыма тоқуды үйренеміз. Біз осының алдыңғы менің видеоларымда крючокпен тоқуды түрлері бар. Енді біз бүгін осы бізбен қалай тоқу керек екенін көрсететін боламын. Ол үшін бізге қажетті екі біз немесе мынандай ортасында жібі бар. Біз орысша айтқанда спицы, қайшы және жіп. Енді бастаймыз. Ол үшін біз мынандай екі бізді қатарынан ұстаймыз. Носки тоқитын бізде болады. Оны енді мен қазір сіздерге көрсете алмайды екенмін. Мынау жіппен мен көбінесе жемпір, шапка тоқуға арналған біз. Енді бастаймыз. Екеуісін бірге қатар ұстап тұрып, егер жемпір тоқитын болсаңыздар, сізге жіп мынау жағынан үлкен көлемде қажет болады. Ол үшін мына бас бармақ, мынау сұқ саусаққа ораймыз, екінші бас бармақтан былай шығарамыз. Енді бізімізді ұстап тұрып, екеуісін қатарынан мына бас бармақтан үзіліп алып, екінші сұқ саусақтың жібін бері қарай тартып шығарамыз. Міне, біздің спицамызда бір воздушный петля пайда болды. Келесі дәл осы бас бармақтан іліп алып, мынау екінші саусақтың несінен ортасынан былай шығарамыз. Бізде міне екінші петля пайда болды. Дәл осылай қажетті мөлшерде тоқи бересіздер. Іліп аласыздар. Ешқандай қиындық жоқ. Мына жақтан бізді шығарып, екінші саусақтан жіпті іліп алып тоқи береміз. Егер менің каналым сіздерге ұнап жатса, комментарий бөліміне өтіп, лайк, комментарий қалдырып, жазылып кетіңіздер. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Тағы да көптеген видеоларды салып отырамын. Бұлай іліп аламыз. Біз егер жемпір тоқитын болсақ, осы жерге примерно 100 немесе 80 немесе 60 петля осылай тоқып өтеміз. Қажетті мөлшерде. Түсінікті деген ойдамын. Сау болыңыздар.